нөмірі 100 жалпы орта білім беретін мектебі 9-В сынып оқушысы ғылыми жоба. Ғылыми жобаның тақырыбы вирустық инфекциялар кезіндегі ауруларға саумалдың пайдасы. Орындаған Дүйсенбаева Балауса, ғылыми жоба жетекшім Тұңғышбаева Елесовна. Ғылыми жобаның мақсаты осы инфекциялық аурулар кезінде саумалдың адам организміне тигізетін пайдасы. Ең алдымен саумал дегеніміз не? Соған тоқтап кететін болсақ. Саумал дегеніміз жаңа сауылған биенің сүті. Оның дәмі тәтті, көпіршікті болып келеді және табиғи өнім. Саумалды адам ағзасына тез сіңіп қана қоймай, оның ішек ауруларына жазылуына көмектеседі, яғни белдікті жойып генді жақсартуға көмектеседі. Осы саумал ішінде биологтарға толы, яғни оның ішінде оның химиялық құрамын талдайтын болсақ, оның ішінде 2% көлемде белок бар, май 4,3%, витамин С, яғни ол аскорбин қышқылы бізде 91 және 157 миллиграмм аралығында, және витамин В1, В2, В12 кездеседі. Сонымен қоса этил спирті бар, ішінде 1,1%, ал қантымыз 2,75% құрайды. Осы арқылы біз саумалдың құрамында көптеген адам организміне қажетті витаминдердің бар екенін біле аламыз. Келесі, ол бізде саумалдың біз білмейтін, яғни бұрыннан бізге келе жатқан осы неміз, яғни ол дегеніміз бізде адам ағзасына ең керекті саумал, оның ішінде балалар, яғни жас нәрестелерге беріледі. Онымен қоса Қазақстан саумалды өндіретін ең бірінші елдердің қатарында болғанымен, ол саумалдың биохимиялық құрамы сиыр сүтінің биохимиялық құрамына салыстырғанда аз зерттелуде. Яғни ол құрамында С дәрумені сиыр сүтінің дәруменінен 10 есе көп болғанымен, ол 4 түлік малдарының ішіндегі осы альбуминдік қасиетке ие. Яғни бұл дегеніміз саумал ана сүтіне ең жақын сүттердің бірі. Бие сүтіндегі ғылыми дәлелденген қасиеттердің бірі, ол бірі ғана оның ашылған тұстары өте көп. Вирустық инфекциялар кезіндегі ауруларға саумалдың пайдасы. Яғни саумалдың дәрілік қасиеттері пандемия уақытында адамдар арасында көп танымал болды. Яғни олар өкпенің қабынуы кезінде, қатты тұмауда, жоғары температурада, дәм және иіс сезу жоғалған кезде және коронавирустық белгілерінде ішу керек. Яғни коронавирустық белгілер пайда болған кезде іше беруге болады. Мысалы ретінде жаңа сауылған бие сүтін алып, жылыдай күйінде аз ішпей тұрып ішу керек. Екінші, ол мысал қатты жөтел қысқанда саумалға бал қосып, яғни оған таңертең азанда аш қарынға ішу керек. Үшіншісіне, тәулігіне 1 литр саумал ішсеңіз, яғни ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдармен қамтамасыз етіледі. Оған қоса емделу уақыты 1 айға созылады. Бірақ толық пайда алу үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалға, ол өзінің негізгі пайдалы қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағат ішінде жоғалтады. Яғни осы уақыт аралығында ішіп үлгеру қажет. Алайда саумалды мұздату арқылы оның сақтау уақытын созуға болады. Ол барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді сақтайды. Оны күніне 4-5 мезгіл тамақтан алдын 20-30 минут қабылдаған дұрыс. Және де 250 миллиграммнан ішкен дұрыс. 1 аптадан кейін нәтижені байқауға болады. Ғылыми жобамды қорытындылай келе, саумал созылмалы вирустық гепатиттерге, созылмалы инфантилі холециттерге, өт қабатының және колонның функционалдық бұзылыстары, және де өкпе ауырған кезде, тұмау аурулар кезінде ауруларға ем болады. Және де саумалды қолдануға қарсы көрсеткіштер адамда саумалға аллергия болған кезде және өткір кезеңде асқазан ішек жолдарының ауруларында. Осы ғылыми жобамды зерттеп, төмендегідей ұсыныстарды ұсынар едім. Мектеп оқушыларына 1 мезгіл саумал берілсе, және де елімізде саумалды өндіретін құрғақ күйінде
күнде сататын зауыттар ашылса, және де саумал бағасын халыққа қолжетімді ұстап тұратын